әкеп берейін ба? Маған тиынын төле, мен саған өзіңе лично әкеп берейін. Достар, мынаны бір-бірлеріңізге жіберу керек бұны. Смилет Рахымберді Ордалы және Ордалыге Рахымбердің атынан басқа бір фейк аккаунт жазып отыр, иә? Көмегіңіз керек болып тұр еді деді. Суретін көрсетші, суретін. Авадағы суретін қойған. Так, мынау. Міне қараңыздар. Өзінің аккаунты міне. Мен уже бұны ескертіп қойдым. Шатас кетпеңіздер. Авасын шатастырып отты, жақында ауыстырдың ғой дейме? Жоқ, Инстаграмда сурет қой мынау. Обычно сол аваны қояды сол уақытта. Қайсы, не дейсің? Қанша сумма сұрап отыр екен? Сұрасын до конца. Не көмек деп жазайық. Айта бер дейін да. Мен де осы жерде не болып қалайын да. Сен қазір Рахымбердің суретін жіберсейші. Звондап жатыр мынау. Ала берсей. Дауысын танимын ғой мынау. Жоқ, ала берсей. Тоқтаңыз. Алло. Бұл негізі әдейіге сөйтуі мүмкін, типа звондады. Сен шықпай жатыр, брат деп. Так, өтірік звондады, иә? Өтірік звондады. Дауысын шықпай тұр дейді. Өшіп тастадық. Дауысын шықпай жатыр. Жолда едім, что-то сет шықпай тұрма дейді. Короче, ойнап жатыр ғой. Рахымбердің өзін алып отыр. Міне, Рахымберді отыр. Менің атымнан жазылды. Не ғой дейді, не ғой. Сен осылай сөйледің мен. Неше сұрайды екен, көрейін. Рахымбердің авторитетін көреміз. 2 миллион сұрамаса енді болмайды. Достар, тағы да звондап жатыр, алайын мен көрейік. Әдейіге жасап жатыр, естімей жатыр деп. Қанша адам алданып жатыр. Менің өзім бір жігітке 250 мың жеріп қойғам, миллион сұраған кезде. Просто менде лимит тұтып қалды сол үшін. Ал мен деп, менің бір жолдасым 400 мың жіберді, бір жолдасым 600 мың жіберген. Бұл кәдімгідей КМБ-мен іздейсеңіздер таппайсыз бұны. В общем, адамның өзіне хабарласу керек прям. Мына Рахымбердін шақыртып алдық. Машинамды ұрып алдым деп отқан шығар. Міне, Каспийде 85 мың теңге шығамады. Братишка, ментке ұсталып қалып тұр дейді. Перагармен 200 деп тұр екен. 85 мың жетпей тұр дейді. Соған мен аударайын десем, аудара алмай тұрмын. Каспий лимитке түсіп. Болса, аударып тұра аласың ба? 12-ден соң лимит ашылады, сол кезде обратно салып жүремін саған. Қайта аз сұрап. Аз сұрапты, нан аппетит аз екен. Жүремін ғой, радой. Иманды Алдана салам ғой мен. алайық екен. 85 мың жіберем ғой саған. 100 теңге жіберсең. Атын таныстырған жоқ өзі? Ойбай. Не кетті? Миым ашып кетті ғой, шатасып кетті. Так, Каспийде өзімізде ақша жоқ дедік, 85 мың деген сосын курьермен жібердік, ал адресті айттық, қазір BMW келіп тұр дейді. Синий BMW. 776 BMW шынымен келіп тұр. Ақша емес, расымен де адам отыратындай қалыпта. Так, алайық клубы басталды. Біз Рахымбердімен екінші машинамен достық 12-ге кеттік. Қандай приложениеден заказ берген екен такси? Не істеп жатсыңдар? Иә, бер жүрді Каспийдің алып ВТБ. Каспийге салып аласың ақша? Мұнда ондай жоқ қой, брат, мына жерде ақша салып жүрді да, айтты қазір ан жаққа барғасын жігіттер төлейді деді. Сыйлықтың алдына барып естіңізші? 20 теңге алып қаласың ғой? Каспийге. Ачо, мұнда күтіп алады деді ғой жігіттер. Ойлағанымыздай болды. Терминалға сал дейді. На Каспийдің несіне әкеп тұр ғой. Бәрі страшный баян. В общем, терминалға сал деп Каспийдің қасына келгенбіз. Мына жігіт қазір завершить етеді. Сөйтеді бұл орысша 10 ойнатады. Айтады 85 мыңды апармаймын, короче. Мен ойнап тұрсын ба? Үшім бұл оқиға сіздер күткендей аяқталған жоқ. Кім Ордалының планын іске аспады енді. Жете алмайды екенсің оларда. Алаяқ болуды оңай емес қазіргі. Қазіргі жастар бізден ақылды. Система наработанная, бүкіл бұқтан шығып кетіп жатыр. Енді бұдан түйгендеріңіз, алданбаңыздар, ақша ешкімге жібермеңіздер. Сұрамай жерде ақша жоқ, ешкімге жібермесін. Алдамаңыздар. Мамаңыздың суретін қойып, басқа нөмірден жазсаңыздар, звондаңыздар. Факт чекинг дейді бұны. Келесі бір достан 44 мың теңге сұрап. Бір лайфхак, әдетте бұндай алаяқтар кешкі немесе таңғы уақыттарда жазап, мысалы шын адам қайтсақ звондауға ыңғайсызданатын уақытта, яғни болады ғой, бір ұйықтап жатқан шығар, шаршап тұрған шығар деген сияқты. Сондай кезде міндетті түрде адам өзіне звондамай ақшасын жібермеңіздер. Рахымберді атақты болған бір белгісі. Рахымбердіге біз бағана болжағанда міне мамасына жазыпты. Жолдамын жазғанда. Тура сол схема. Братишкам. Түсіндіңіздер. Сенбеңіздер. Маған да сенбеңіздер.